Достар, қалай жасанды интеллект сізге жұмыртқаның бұзылып кетпеуіне көмектесе алады? Осындай бір оқиға болған екен. Осындай қоймада холодильник бар да, 30 холодильник. Атырау қаласында болған. Сол қоймада 1000 жұмыртқа бұзылып кетті, шіріп кетті. Неге? Себебі бір холодильниктің температурасы түсіп кеткен, солай ол бұзылып кеткен. Енді бір холодильник дегенде мынау үлкен холодильник қой енді. Бұл қойманың адамдары, иесі, банаға біздің қауымдастықта бір жігіт бар, соған хабарласқан. Болмайды осылай, бізге автоматтандыру керек деп. Ол кісі не істеген? Әр холодильникке датчик қондырған. Ол датчик мына жерде компьютерге, сол жердегі информация беріп отырады. Әрқайсысы информация беріп отырады. Температурасы туралы, сондай устройство қойып қойған. Сол кезде мына компьютер біліп отырады. Температура құлап қалса, белгілі бір холодильниктің, ол бірден не істейді? WhatsApp арқылы командаға хабар береді. Группа бар, жұмысшылардың отырады, сол группаға сообщение жібереді. Температура құлап жатыр. Сол жұмысшылар барады да бірден холодильникті барып оңдайды. Осылайша сол қоймада өнімдер бұзылмайды. Осы үшін кәсіптер ақша беруге дайын, себебі осылайша олар өнімдерін бұзып алмайды, сақтайды. Басында жасанды интеллект деп қате айтыппын. Бұл жерде жасанды интеллект керек емес. Датчиктерді қондырып қою керек, просто автоматизация жасап қою керек. NIT-мен жасай аласыз. Сол компьютерге қондырып қоясыз, сол складта компьютерге. NIT open source, бесплатно қондыруға болады. И әр датчиктен келген информацияны қабылдап отырады, мысалы да. И NIT қарайды температураны, әр минут сайын келіп отырады информация температура туралы. Егер температура азайса, бір белгілі бір дәрежеден түсіп кетсе, ол бірден Evolution API арқылы WhatsApp-пен сообщение жібереді. Солай қылып жасап қойсаңыз болады сіз. Бұл жерде жасанды интеллект керек емес. Сол осындай жүйені сатсаңыз болады компанияларға. Осы сияқты, бұл жай ғана мысал, осы сияқты неше түрлі мысалдар бар да, автоматизацияны қолдануға болады. Осы сияқты NIT автоматизацияны үйренем десеңіз, менің жабық қауымдастығыма қосылыңыз. Қауымдастық туралы толық ақпаратты алу үшін маған Инстаграмға директке топ деп жазып жіберіңіз.